Қайырлы күн, сіздермен екі өрнектің квадраттарының айырымының формуласы туралы есептің b деңгейін шығарып көрелік. 31-12. Ең бірінші екі өрнектің квадраттарының айырымы деген не? Қандай да бір екі өрнек берілсін. a минус v және a плюс v-ның көбейтіндісі айырмасының және қосындысының көбейтіндісі болса, бұдан қандай формула шығады? Бұдан a квадрат минус v квадрат деген қысқартылған формула шығады. Бұл қалай шықты? Ол үшін екі жақшаны ашып шығамыз де көбейтіндіні. a-ға a-ны көбейтсек, a квадрат болады, минус a-ны мына b-ға көбейтемін. Сонда a плюс av болады. Сосын енді келесі кезек минус v-ға келіп, минус v-ны a-ға көбейтсек, минус av болады. Минус v-ны плюс v-ға көбейтсек, минус v квадрат болады. Осы жерден мына өрнекпен av мен минус av қарама-қарсы болғандықтан қысқартылып кетеді. Сонда не қалды? a квадрат минус v квадрат қалды. Демек, a минус v және a плюс v-ның көбейтіндісі, яғни екі өрнектің айырымы және қосындысының көбейтіндісі a квадрат және минус v квадратқа тең екен. Яғни екі өрнектің айырымының квадраттарына тең екен. Осыған сіздерде b деңгейінде андай бір есеп тұр екен. Соны шығарып көрелік. 31-12. Бұны қалай шығарамыз? Сізде бірінші есепте айтады 4a квадрат минус y және y плюс 4a квадрат. Көбейту y плюс 4a квадрат. Бастапқы формулаға келтіру үшін бізде бірдей болып тұрған жоқ, а-ның мәндері. Яғни қосылғыштың орнын ауыстырып жіберсек болады. Қандай қасиетке сүйене отырып? Қосылғыштардың орнын ауысқанымен көбейтіндінің мәні, қосылғыштардың орнын ауысқанымен қосындының мәні өзгермейді деген сүйене отырып, қосылғыштардың орнын ауыстыра аламыз. Міне, мұндағы сізде a-ның мәні 4a квадратқа тең болды, ал b-ның мәні y-ге тең болып отыр. Осыған салып шығамын. Формуланы ашатын болсақ, 4a квадрат, яғни 4a квадраттың квадраты болады, себебі a-ның мәні 4a квадратқа тең. Минус формуладағы b квадрат, b бізде y квадрат. Яғни бірінші өрнекті квадраттан шығарамыз. Сонда 4-тің квадраты 16, a квадрат көбейту 2, ол мене a-ның 4 дәрежесіне тең. a-ның 4 дәрежесіне тең болады. Және минус y квадрат. Яғни бірінші есептің жауабы осы болады. Екінші есептің жауабы екінші есепті шығармас бұрын есептің шартында дәл осы секілді екен. 0,3 b-ның квадраты плюс x 0,3 b квадрат минус x өрнегі берілген екен. Ал кеттік. a-ның мәні 0,3 v квадрат болғандықтан 0,3 v-ның квадраты минус x-тің квадраты болады. Енді 0,3-ті квадраттайсыз, себебі формула бойынша 0,3-тен 0,3-ті көбейтетін болсақ, 0,9 болады. V-ның квадрат. Мына жерде квадрат қалыпты. Сонда V-ның 4 дәрежесі болады. Минус x квадрат болады. Келесі. Артық. Үшінші есеп. Үшінші есепте сіздерде 1,1
1/1 с квадрат. Содан соң плюс x квадрат. Бірінші өрнегіміз. Қосында түріндегісі. Екінші айырма түрінде x квадрат минус. Бұл жерде не байқадық? Әрине, аның мәндері бірдей болып тұрған жоқ, бірдей етіп алу үшін неге қараймыз біз? Әрине, аның мәндері, яғни бірдей ету үшін қосылғышқа қараймыз. Себебі қосындылардың орнын ауыстыра аламыз, қосылғыштардың орнын. Сонда минусы барға тиіспейміз, қана плюсы барын ғана ауыстырасыздар. С квадрат болады. И x квадрат минус 1/1 с квадрат тең. Енді осыны шығарамыз. Кәдімгі формула. X квадраттың квадраты болады. Минус 1/1 с-ның квадратының квадраты болады. Себебі с-ның өзінде де квадрат бар. Енді әрмен қарап орындаймыз мәнін. X-тің 4 дәрежесі болады. Ал 1/1-дікі 11-дің квадрат қаншаға тең? 121-ге. Демек, 1 үтірден кейін 2 болады. Себебі үтірден кейін бір саны барларды бекірет көбейтіп жатырмыз. Яғни үтірден кейінгі сандар қосылады. С-ның 4 дәрежесі болады. Келесі, төртінші есебіміз соңғы есеп болсын. 21-ді квадрат и минус h квадрат. Бұл уже дайын формуламен беріліп отыр екен. Ешқандай да орын ауыстырмаймыз. Дәл осылай өзін орындаймыз. Бұл жерде сіз білуіңіз керек квадрат. Яғни, қандай санның квадраттары? Барлық берілген сандардың квадраттарын жатқа білуіңіз керек. Сіз жаттау үшін бірінші кестесін жазып, дәптердің немесе кітаптың бір жеріне жабыстырып қойыңыз. Қайта-қайта орындай берген екен, өзі жаттанды болып кетеді. Сонда 21-дің квадраты 441, d-ның 8 дәрежесі болады. Не үшін? Себебі формуладағы 2 дәреже мен 4 дәреже көбейтіледі. 8 дәреже болады, минус h 4 дәреже болады. Есеп егер ұнаған болса, түсінікті болса, лайк басып, келесі видеоны күтіңіз.